Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мейірімді рахымды Алланың атымен бастаймын. Пайғамбарымызға салауат пен сәлемдер болсын. Бүгінгі таңда ақпарат желісінде біз жиі байқаймыз, кез келген адамның осы дінге қатысты әртүрлі өздерінің ойларын білдіріп жатады. Бұл әрине ағаттық, себебі торғай сойса да қасапшы сойсын деген дана халқымыз дін туралы өзі діннің мамандары айтса, тарихты өз тарихшыларымыз айтса, әдебиетті әдебиетшілеріміз айтатын болса, осы нәрседе береке болады. Сондықтан да бүгінгі таңда біз дінді негізгі мамандардан үйренуіміз керек. Негізгі мамандардың пікіріне жүгінуіміз керек. Міне сол уақытта біз дұрыс дінге қатысты мәлімет ала алатын боламыз. Өкінішке орай қазір екінің бірі әлеуметтік желіде отырып, діннің кез келген саласында әңгіме айтатын жағдайға жетті. Әрине бұны бірі білсе, бірі біле бермейді. Сондықтан да осы сөйлеп отырған адам шынымен де діннің маманы ма? Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қарасты адам ба? Жалпы оның айтып отырған шешімі, үкімі ғұламалар кеңесінде мақұлданған ба? Осыны біз анықтап алуымыз керек. Сондықтан қазіргі таңда мысалы кейбір ақпарат құралдарында мысалы домбыра харам деген секілді кейбір алып қашпа әңгімелер таратылып, бізде намазхандар, мұсылмандар бұған ұлттық құндылығымызға қарсы шығып жатыр деген секілді әңгімелер орын алып отыр. Бұның барлығы сол діннен хабар жоқ адамдардың арнайы мәлімет таратуынан болып отыр. Бұндай жағдайларда біз әр облыста болмаса жаңағыдай Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына хабарласып, сіздер осындай мәлімет бердіңіздер ме? Осы мәлімет қаншалықты рас? Соны не анықтап, егжей-тегжейлі біліп алғанымыз абзал болады. Міне сондықтан да құрметті халайық, біз жаңағы ақпарат құралдары әлеуметтік желідегі айтылған мәліметке біз нақты көз жеткізбейінше не істемеуіміз керек? Дінде осылай екен, мұсылмандар осындай ұстанымда екен деген секілді қате пікірге жол беріп қоймауымыз керек. Сондықтан да жаңа жоғарыда айтып өткеніміздей, торғай сойса да қасапшы сойсын деген дана халқымыз дінді терең оқыған, жан-жақты оқыған, сол діннің негізін түсініп білген адамдар сөйлесе абзал болады деп ойлаймын.